Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін сіздерді тарси әдісімен таныстыратын боламын. Ең алдымен Google-ды немесе Яндексті ашып, іздеу жолағына тарси мейкер деп жазамыз. Бірінші тұрған ресми сайтты таңдаймыз. Сол кезде осындай терезе ашылады. Жоғарғы жағына назар аударсақ, 4 түрлі пішін берілген. Сұрақ санына байланысты пішіндердің бірін таңдаймыз. Мысалы, бірінші тұрған кіші үшбұрышты таңдау арқылы 9 сұраққа, үлкен үшбұрыш таңдау арқылы 18 сұраққа, кіші 6 қырлыны таңдау арқылы 11 сұраққа, үлкен 6 қырлыны таңдау арқылы 30 сұраққа негізделген тапсырма құрастыруға болады. Берілген пішіннің астында PDF пен экспорттауға, тапсырманы сақтауға, жүктеуге, қайта құрастыруға, сұрақтардың орнын ауыстыруға арналған белгішелер орналасқан. Ал одан да төмен түссек, екі баған берілген. Бірінші бағанға сұрақты, екінші бағанға сол сұрақтың жауабын жазамыз. Қазір мен сіздерге кіші үшбұрышты таңдау арқылы 9 сұраққа негізделген тапсырма құрастырып көрсететін боламын. Қазір жүктеу батырмасын басу арқылы сілтемені қойып, осындай дайын жұмысты сіздерге ұсынамын. Дайын жасап қойған осындай жұмысты экспортқа жібереміз. Жүктелген PDF нұсқасын принтерден шығарып, оқушыларға қиып ұсынатын боламыз. Өз кезегінде оқушылар сұрақтар мен жауабын сәйкестендіру арқылы берген пішінді құрастырады. Бұл әдіс оқушылар үшін қызықты әдістердің бірі, ендеше қолдануға кеңес беремін.